Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге езілген өріктен табиғи 100% табиғи сок дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісіп қоюды да ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге дәнінен ажыратылған өрік қажет болады. Өрік езілген болса тіптен керемет болады. Блендермен немесе ет тартқышпен тартып алсаңыздар болады. Осылай барлығы бір қалыпқа енгенше жақсылап тұрып езіп алатын боламыз. Қою пюре сияқты болу керек. Бізге шамамен бір 10-15 минуттай блендерлеп шықсаңыздар болды, сонда жеткілікті болады. Мінекей өзінің формасы осындай болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пюре сияқты қою масса болады. Ал енді біз ол пюремізді ситаның көмегімен жақсылап тұрып өткізетін боламыз. Қазанымызға бірден қоямыз. Өйткені бізде өріктің осындай астатықтары қалады. Бұл бізге керегі жоқ, сондықтан алып тастайтын боламыз. Міндетті түрде қыздар ситадан өткізіңіздер, сонда соктың түсі де дәмі де әдемі болып шығады. Ал енді бұл жерде қант қосатын боламыз. Қант әркімнің өзінің қалауы. Тәтті болғанын қаласаңыз, әрине көптеу қосуға болады. Ал орташа тәттілік болатын болса, орташа да қосуға болады. Мен 2 килограмм өрікке 200 граммдай қант қостым. 200-250 граммдай қант қоссаңыздар болады. Ал оған қосатын суды осындай өріктің өзін өлшеп алған ыдыспен қостым. Яғни менде жарты литр өрік шықты езіндісі. Мен толтырып су құятын боламын. Яғни бірге бір құясыздар. Жақсылап тұрып араластырамыз барлығын толыққанда. Барлығы араласып болғаннан кейін отқа қойып қайнататын боламыз қыздар. Шамамен бір 20-25 минуттан кейін қатты отта қайнағаннан кейін біздің согымыздың бетіне өзінің арнайы көбігі шығатын болады. Сол көбікті ситаның көмегімен сүзгішпен алып тастаңыздар. Және де қайнау барысында да бетіне азын-аулақ шығып отырады, сонда да алып тастап отырыңыздар. Осылай бір қалыпты әдемі ғып 10-15 минуттай қайнатқаннан кейін міндетті түрде шай қасықпен лимон кислотасын қосып жіберіңіздер. Сонда дәмі де өте керемет болып шығады қыздар. Тағы да жақсылап тұрып араластырып, шамамен 30 минуттай қайнатасыздар. Қайнағаннан кейін өзіңіздің арнайы буланған банкіңізге кез келген ыдысқа булап сақтауға болады қыздар. Жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, көп те уақытыңызды алмайды. Қыста өздеріңіздің балапандарыңызға витамин болады. Сіздермен болған Назерке. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, төмендегі подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздердің қолдауларыңыз маған керек. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.